Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұмсақ сочниктер пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қантымызды және де ас содасын қосамыз. Содан соң қаймағымызды қосамыз. Ұнымыздың електен өткізілгені өте маңызды. Ерітілген сары майымызды қосамыз. Одан соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осылай болып шығады. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Начинкасы үшін біз ең алдымен ірімшігімізге жұмыртқамыздың ақ уызын қосамыз. Одан соң қант қосамыз. Сосын қаймағымызды қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, жайып шығып, ортасына начинкамызды саламыз. Сочниктерімізді дайындап болған соң, формамызға орналастырып, үстіне жұмыртқамыздың сары уызын жағып, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Біздің сочниктеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ертаева Аружан.